мысалға фихта Ибн Абидин деген үлкен ғалым бар. Раддул Мухтар деген үлкен Ибн Абидин деген кезде Ханафия мазхабында үлкен орны бар ғалымда. Сол Ибн Абидиннің енді мен сізге айтайыншы, Раддул Мухтар деген кітап болғаннан кейін оның шәкірті бар, Имам Майдани деген шәкірті бар. Енді бізде жалпы фихта Қудури деген кітап бар. Естігеніңіз, естімедіңіз білмедім. Қудури деген кітапты естідіңіздер ме, фихта естімедіңіздер ме? Естігем, ана кімнің Данияр Кенжеұлы ол неде өтіп жүр жалпы? Нұқоядан өтіп жүр. Қудури деп соның кітабында жазылмаған еді тоже. Оның кітабында жазылмаған, ол жалпы дәрісте өтіп жүр, ол Нұқоя деген кітаптан өтіп жүр. Енді Қудури деген фихта сондай бір муътабар болған, әл-китаб болған кітап бар. Әл-китаб деген мысалы бізде Құран дейміз ғой. Ислам мұсылмандардың кітабы не деген кезде дейміз біз? Құран дейміз. Енді сол сияқты біз айтса, Ханафи мазхабының кітабы не десе, Қудури дейді ғой. Түсіндіңіз бе? Сен сұраса Ханафиміз ғой, не кітап сендер десе, Құран, Қудури дейсің. Түсіндіңіз бе? Демек, сол Қудури деген кітап бар да, енді ол кітап Қудури деген кітапқа ғалымдар не жазған? Түсіндірме жазған. Түсіндірме дегенде шарах. Түсіндіреді. Мысалы, кітапты алады да, өзі 600 беттік кітап болуы мүмкін, соны ашады. Соны ашып, үстіндегі мәселелерге кіріп, том-том кітап жазады. Сөйтіп сол бір Қудури деген кітаптың 300-ге жуық шархы бар. 300 шархы бар. Түсіндіңіздер ме? 300 түсіндірмесі бар. Көп қой, өте көп. Соның ішінде қазір оқылып жатқан біреу ғана. Ол Имам Майданидің Любаб деген кітабы бар. Енді неге Имам Майдани Любабын оқып жатырмыз? Имам Майданидің кімнің шәкірті? Ибн Абидиннің шәкірті. Ибн айтады, мен Ибн Абидин шәкіртімін деп мақтанады да. Сондықтан біз әр қашан бұл міндеттерді қалыптасып жатқан нәрсе, тізбек силсила деген нәрсе бар ғой, тізбек силсила деген нәрсе өте маңызды. Біз пайғамбарымызға баратын тізбегімізге маңызды қатты қараймыз. Біздің ұстазымыз ұстаз сөйтіп кімге барады? Пайғамбарға барады да. Демек, кейінгі поколение алдыңғы поколениеден мықты болуы мүмкін емес. Өйткені шәкірт сызынан озуы мүмкін емес.